Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Диляра. Бүгін осындай медовик тортын жасайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға балды, қантты және майды салып, орташа отқа қоямыз. Кішкентай көпіршіктер пайда болғанша араластырып, оттан аламыз. Үстіне ас содасын қосып араластырамыз. Көлемі 3 есе көтеріледі. Енді салқындату қажет. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, шым-шым тұз салып, миксерлейміз. Суытылған массамызға бірнеше рет бөліп саламыз. Енді үлкенірек ыдысқа құйып, үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, басқа ұн қоспаймыз. Ұнды тек қамырымызды жайған кезде ғана қосамыз. Пергамент қағазының сапасы міндетті түрде жақсы болуы қажет. Гелевый немесе тефлон қағазына да жаюға болады. 2 қасықтан пергамент қағазын үстіне салып, үстіне пергамент қағазын қойып, қамырды жайып шығамыз. Менде форма диаметрі 22 см. Қызып тұрған пеште 180 градуста 3-5 минут аралығында пісіреміз. Қалған корждарды дәл солай пісіреміз. Тортымыздың корждары дайын. Енді крем жасайтын боламыз. Ол үшін 33% қаймақты міндетті түрде формасын ұстағанша миксерлейміз. Үстіне қаймақты 20% және қант ұнтағын салып араластырамыз. Креміміз дайын. Корждан қалған қалдықты ұнтақтап бетіне себеміз. Енді тортты жинайтын боламыз. Әр корждың үстіне 2-3 қасықтан крем салып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Міне тортымызды жинадық. Енді корждан қалған ұнтақтарды бетіне сеуіп шығамыз.
Тортты міндетті түрде бір түнге немесе бірнеше сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Менде бір түн тұрды. Дәмі өте нәзік, ерекше, қалауыңызша десеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.